2020 жылы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бабына өзгерістер енгізілді. Егер бұрынғы редакциясында әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік топтық немесе діни алауыздықты қоздыруға, азаматтардың ұлттық ар-намысы мен қадір-қасиетіне не діни сезімдерін қорлауға бағытталған қасақана әрекеттер, сол сияқты азаматтардың дінге көзқарасы, тектік топтық, ұлттық, рулық немесе нәсілдік қатыстылығы белгілері бойынша олардың айрықшалығын, артықшылығын не толыққанды еместігін насихаттау. Егер бұл әрекеттер жария немесе бұқаралық ақпарат құралдар немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып, сол сияқты өзге де ақпарат жеткізгіштерді дайындау немесе тарату жолымен жасалса, 2 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланатын еді. Ал 2020 жылғы редакциясында болса, бас бостандығынан шектеуге және бостандығынан айыру жазасына 2000-нан 7000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл қосылды. Өзге адамдардың абыройы мен қадір-қасиетін қорлауымен, құқықтарын кемсітумен адам өзінің ең жағымсыз жақтарымен көрінеді. Достық, өзара түсіністік пен жақындарына деген махаббат қуатты мемлекеттің біріктіруші факторлары болып табылады.